Олар жай ғана қысқа жол іздеді, бірақ картада жоқ ауылға кіріп кетті. Көліктен түскен сәттен бастап біреу оларды бақылап тұрды. Таңертең тек бір адам ғана аман қалды. Осы видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін. Сәлем, қорқынышты оқиғаларды сүйетін көрермен, арнаға тіркеліп, қазақша контентті қолдап кет. Достар, өтініш, каналға тіркелуді ұмытпашы. Сіздердің тек қана подписка жасағандарыңыз мен үшін бір қадам. Бес дос, Айдос, Мадина, Руслан, Дамир және Аружан Алматы қаласынан демалыс күндері тауға серуендеуге шығады. Олар әлеуметтік желіге әдемі контент түсіріп, экстремалды маршрутпен жүрмек болады. Бағыт Көлсай көлдері. Жолда GPS істен шығып, интернет жоғалды. Руслан қысқа жол білемін деп, негізгі трассадан бұрылып кетеді. Асфальт, жол біртіндеп қараусыз қалған. Шұрық тесік соқпаққа айналды. Кеш түссе олар картада жоқ ескі ауылға тап болады. Үйлердің терезелері сынған, есіктері ашық, ауылда тірі жан көрінбейді. Бір үйдің қабырғасында ескі, өшіп бара жатқан жазу: кері қайт. Айдос мұны әзілге байлады, бірақ Мадина бір сәтке перденің арасынан біреудің қарап тұрғанын байқайды. Қараңғы қоюланып, ауа салқындай түседі. Көліктің дөңгелегі кенет жарылып кетеді. Дамир ауыстырмақ болып жатқанда орман жақтан сытырлаған дыбыс естіледі. Аружан алыстан ескі шам жарығын көреді. Олар көмек сұрау үшін жарық көрген жаққа барады. Орман ішінде жартылай қираған үй тұрады. Ішінде ескі фотосуреттер, бір отбасы және олардың жанында түсініксіз бетперде киген адам. Мадина үйдің жер төлесіне түсіп кетеді. Төменде байлаулы ескі аң аулау құралдары, тат басқан пышақтар жатыр. Қабырғада газет тиындысы. 1989 жылы бұл ауылда адамдар жұмбақ жағдайда жоғалды. Кенет есік тарс жабылды. Жоғарыда достар айқайлаған дауысы естілді. Терезеден бір көлеңке жылжып өтеді. Орман ішінен бетперде киген белгісіз адам шығады. Ол үнсіз, бірақ қимылы шапшаң. Руслан қашпақ болып, қараңғыда адасып кетеді. Дамир оны іздеп барамын деп, өзі де жоғалып кетеді. Айдос пен Мадина Аружанды тауып алып, көлікке жетуге тырысады. Бірақ жол бұрынғыдай емес, бұрылыстар өзгеріп кеткендей. Олар ауылға қайта шығып кетеді. Бір үйдің ішінде Русланның телефоны жатыр, бірақ өзі жоқ. Камера соңғы видеоны көрсетеді. Артында үнсіз тұрған бетперделі адам. Айдос шындықты түсінеді. Оларды біреу әдейі осы жерге алып келген. GPS бұзылуы де кездейсоқ емес. Таң ата бастағанда Мадина мен Айдос орманнан қашып шығады. Алдарынан үлкен тас жол көрінеді. Қуанғаннан жүгіріп шыға бергенде жол жиегінде сол баяғы кері қайт деген белгі тағы тұр. Камера алыстап, орман ішіне тағы бір көлік бұрылып келе жатқанын көрсетеді. Сонында тек бір адам орманнан қашып шықты. Егер видео ұнаса, арнаға тіркеліп лайк басып, өз пікіріңді қалдырып кет. Әрине, мен оқимын. Қазақша контенттің дамуына қолдауларың қажет.